деңгейде кітап көрмесінің, кітап жәрмеңкесінің өтуі баршамыз үшін үлкен қуаныш деп ойлаймын. Енді жыл сайын бұл дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын болады. Вот это какая книга. Что за книга? Қандай Смотри, кітап? Wildlife of Kazakhstan дейді, Қазақстан горыға сақшы емес пе? Сейчас, подождите, она... Бұл фотоальбом ғой, иә? Фотоальбом. Фотоальбом. Кофе тейбл деп айтады ғой, оны білесің бе? Кофе тейбл. Сонда бұл фотоальбом, бірақ атлас емес па, ана жерде Осы сұрақтар өзіңізге кездессе, қазіргі актуальный ғой. Осы кітаптан жауабын аласыз осының ішінде. Бәрі кәсіпкер болу керек пе деген сияқты мысалы. Өмір бойы ақша табу үшін еңбек етуің керек пе мысалы. Менде қабілет бар ма? Қабілет қандай болса егер деген сияқты. Адамның өзінің қабілетін мысалы. Көп адамдар білмейді менде неге қабілетім бар деген сияқты. Бүгін 3 кітап алдым. Алаш қозғалысы, екіншісі бұл Гүлнар Міржақыпқызы Дулатованың кітабы, естеліктері. Бұл екеуі мектеп кітап баспастан алдым. Сосын маған мынандай брошюрасын берді, яғни мектеп баспасынан жарық көрген маңызды әдебиеттер ішінен қарап, мысалы кейіннен өзіңіз іздеген кітапты барып сатып алуға болады. Сосын үшінші кітап, мынау мың сұрақ отбасы хрестоматиясы баспасынан жарық көрген. Жалпы бұл отбасы хрестоматиясы баспасынан жарық көрген сары кітап деген жинақтары бар бұлардың, яғни әлдеден эпосқа дейін салт дәстүр сөйлейді деген сияқты кітаптары бар. Олардың барлығын мен алдым. Соңғы 4-5 жылдықта мен әдеби кітаптарды оқуды азайттым. Көбінесе осындай зерттеу еңбектерін, non-fiction дейді, сондай кітаптарға көштім.